Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қысқа арналған компот дайындаймыз. Мендегі компот асарди, яғни мультивитамин компоты деп аталады. Ең алдымен компотқа керекті жеміс-жидектерімізді жуып тазалап аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс-жидекті алсаңыздар болады. Келесі банкаларымызды жақсылап, іші сыртын жақсылап жуып тазалап аламыз. Келесі банка жабатын крышкаларымызды да жақсылап осылай қайнап жатқан суға салып парлап аламыз. Және де алдын ала суларымызды қайнатып дайындап қоямыз. Достар, банканы жақсылап жуып тазаласаңыздар болғаны, парлаудың қажеті жоқ. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай жеміс-жидектерімізден 2-3 данадан салып шығамыз. Мендегі ең алдымен осындай сливадан салдым. Келесі осындай кез келген өрік, персик, өз қалауларыңыз бойынша қандай жеміс-жидек ұнайды, соны өзіңіз қалағаныңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Келесі осында 2 түрлі алмадан кесіп салып шықтым. Қызыл және жасыл алмадан кесеңіздер болады. Бұл алмалар енді қыста банканы ашқан кезде бүтіндей жегенге өте керемет болады. Сол себептен алмаларды молдау етіп сала берсеңіздер болады. Құрметті достар, алдағы уақытта сіздермен көптеген банка жабу әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны жіберіп алмас үшін астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді келесі кезекте осындай апельсинді осылай домалақ етіп кесіп, 2 данадан әр банкіге салып шығамыз. Бұл да бізде компотқа ерекше дәм беріп тұрады, және де компоттың иісі де керемет болып шығатын болады. Менде барлығы 8 банка шықты. Осылардың барлығына тек қана 3 дана апельсин ғана кетті. Енді лимонды кесеміз. Лимоннан бірақ бір ғана данасын қоссаңыздар жеткілікті. Бұл да өзінше бір дәм беретін болады. Енді соңынан осындай мятаны салатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай әр банкаға шамалы етіп саламыз. Бұл енді сіздерде мята болмаса міндетті емес, бірақ алып қоссаңыздар болады. Бұл базарда қатты қымбатта тұрмайды, бірақ енді сіздердің компоттарыңызға бір керемет дәм беріп тұратын болады. Міне достар, біз барлығын салып алдық. Осылай көп емес, шамалы етіп салсаңыздар жеткілікті. Енді банканы жабуға кірісеміз. Мен крышкаларымды парлап дайындап қойдым. Енді құмшекерімізді саламыз. 3 литрлік банкіге 300 грамм қант қосасыздар, яғни 1,5 стакандай. Енді 2 литрлік банкіге 200 грамм қант қосамыз. 1 стакан салсаңыздар болады. Енді сіздер тәттіні жақсы көрсеңіздер, шамалы көбірек қоссаңыздар да болады. Міне достар, барлық банкілерімізге қантымызды салып алдық. Енді осылай қайнап тұрған суымызды, осылай тарсылдап тұрып қайнап тұрған ыстық суымызды банкілерімізге құямыз. Ақырын жұмыс жасаңыздар қыздар, ыстық суға күйіп қалмаңыздар. Міне бірінші банкімізге құйдық. Енді бұл жерде сіздерге атылмайтын бір фишканы айтамын. Банкіге суды құйған кезде осылай водолазка етіп құясыздар. Яғни аузы мұрнына дейін толтырып ыстық суды құямыз. Міне видеода көріп тұрсаңыздар, осылайнан ең басына бетіне дейін құямыз. Келесі крышкамызды осылайнан жауып қоямыз. Осылайнан суды құйсаңыздар, сіздердің компоттарыңыз көтерілмейді және де атылмайтын болады. Кейбір адамдар осылай компот жапқан кезде аспирин қосып жатады, бірақ маған аспирин қосқан ұнамайды. Сол себептен де осы фишканы қолданып көрсеңіздер болады. Енді жақсылап осылай жапқышпен мықтылап тұрып бетін жабамыз. Достар, сіздер компоттарыңызға әдемі түс беру үшін шамалы малина немесе шие, құлпынай қоссаңыздар болады.
Мен енді сливаны аз қосып қойдым. Сол себептен компотымның түсі осындай кішкене ақшылдау болып қалды. Міне жақсылап бекітіп алдық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай банкаларымызды ары бері жақсылап аунатып ішіндегі қанттарды ерітеміз. Толықтай ерігенше осылайынан ары бері шайқаймыз. Қыздар, компот жапқан кезде ақырын жұмыс жасаңыздар. Бізде банкаларымызда өте қатты ыстық болып тұрады. Міне осылайынан шайқап, бір дегеннен осылай видеодағыдай төңкеріп қоямыз. Қалған банкілерімізді де дәл солайынан жауып, алдында көрсеткендей барлығын жақсылап бекітіп шығамыз. Міне достар, біз барлық банкілерімізді төңкеріп қойдық. Енді бетін жылы одеялмен жауып бір түнге қалдырып қоямыз. Сонымен біздің компотымыз дайын болады. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.